Мақтағыз бен мысық ертегісі. Баяғы заманда Мақтағыз бен мысық дос болыпты. Бір күні Мақтағыз үйін жинап жүріп, төсектің астынан мейіз тауып алады. Мейіз тауып алғаннан кейін ол мысығын шақырады, мысығымен бөлісейін деп. Мысығым, қайдасың? Мысығы келмейді. Біраз уақыттан кейін мысық келеді. Мысық келеді. Мысығым, қайда жүрдің? Мен далада демалып жатырдым. Сен неге мені шақырдың? Мен саған мүйіз берейін дегенмін. Маған қалдырдың ба? Жоқ, сен келмедің ғой. Сен неге маған қалдырмадың? Мен сенің сүтіңді төгемін. Деп сүтін төгіп тастайды. Ай оңбаған құйрығыңды әкел кесіп алам. Деп Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мияу, мияу, сен неге мен құйрығымды кесіп алдың? Сен маған сүт әкеліп бер, содан құйрығыңды берем. Жарайды. Сөйтіп мысық сүт іздеп кетеді. Келе жатып, сиырды іздеп келе жатып, өріске жақындайды. Сиырды көреді. Сиыр, маған сүт берші. Сен маған жапырақ әкел, мен саған сүтімді беремін. Жарайды. Деп, ары қарай ол жапырақ іздеп кетеді мысық. Сөйтіп жапан-далада жапырақ іздеп келе жатса, алдынан ағаш шығады. Ағаш, маған жапырақ берші. Мен саған жапырақ берем, бірақ сен маған су алып кел. Жарайды. Қыздар, маған су беріңдерші. Сен маған сағыз алып кел, сонда мен саған су беремін. Жарайды. Деп мысық дүкеншіні іздеп кетеді. Дүкеншіні іздеп кетеді. Дүкенші. Келе жатып, бір дүкенге кездеседі да, ішіне кіріп. Дүкенші, маған сағыз берші. Мен саған сағызды тек қана маған жұмыртқа әкеп берсең ғана беремін. Жарайды. Дейді. Содан мысық жұмыртқа іздеп кетеді. Жұмыртқа іздеп, тауықты іздеп кетеді. Содан алдынан тауық шығады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Қот. Сен маған жем бер. Жарайды. Сөйтіп, жемді қайдан табам деп тұрғанда алдынан тышқан шыға қалады. Ақ бәлем, тоқта. Маған Сенің ініңде жем бар ма? Соны әкеліп бер. жарайды. Деп, тышқан зытып барып, інінен бір уыс жем алып келеді. Сөйтіп оны мысыққа береді. Мысық жемді алып, Рахмет. жемді алып, тауыққа барады. Тауық, міне сенің жемің, маған жұмыртқа берші. Міне саған жұмыртқа. Сосын ол жұмыртқаны алып ап, дүкенге келеді. Дүкенші, маған сағыз берші, мен саған жұмыртқа берем. Әкел жұмыртқаны. Ал сағызыңды. Дүкеншіден сағызды аласа, ол қыздарды іздеп кетеді мысық. Сөйтіп келе жатса, қыздар алдынан шығады. Қыздар, міне сендердің сағыздарың, маған су беріңдерші. Мә, суды ал. Мысық суды алып, ағашқа қарай асығады. Сөйтіп ағашқа барып суды береді. Ағаш, міне сенің суың, маған жапырақ берші. Рахмет, мә жапырақ. Ағаш үйіп төгіп жапырағын береді да, ол жапырақты сиырға беру үшін сиырды іздеп кетеді. Сиыр, міне сенің жапырағың, маған сүт берші. Мен саған сүтімді беремін. Деп сүтін береді сиыр. Сосын ол сүтті алып, Мақтағызға келеді. Мақтағыз. Міне сенің сүтің, маған құйрығымды берші. Ой, рахмет. Мә құйрығыңды. Рахмет. Деп Мақтағыз бен мысық дос болады. Мысық құйрығын алып мәз болады. Сонымен ертегі аяқталады.